Құрметті қалың оқырман, мен аудандық орталық модельдік кітапханасының аға кітапханашысы Индира Шәріпқызы Асқарова. Қалың оқырман назарына Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының ұйымдастыруымен Ақселеу Сейдімбектің 80 жылдығына мен оқыдым, сізге де оқуға кеңес беремін атты бестселлер байқауына орай Аққыз повесін ұсынамын. Ақселеу Сұланұлы Сейдімбек қазақтың маңдайына біткен дара жұлдызы болған жазушы, этнограф, шежіреші, зерттеуші, ғалым. Ақселеу Сейдімбек өткен ғасырдың 70-80 жылдар аралығында көркем әдебиет жанрында қалам тербейді. Зерттеуші ғалым қазақ тарихы мен әдебиетіне көптеген мұра қалдырған. Ата-бабамыздың тарихы мен шежіресін, тарихта болған батырлар мен билердің өмірі туралы жазған. Алайда жазушының қаламынан шыққан Аққыз көркем туынды туралы өзіндік көзқарас та өзгешілік те ерекше екенін айтып өтпекпін. Аққыз повесінде 19 ғасырдағы қазақ даласының тұрмыс тіршілігін анық көреміз. Мұнда қазақтың көшпелі дәуіріндегі мамыржай тіршілігі, елдегі тартыс, адамдар арасындағы рухани адамгершілік қатынас, сыйластық пен өз мақсаты мен махаббаты үшін күрескен кейіпкерлер бейнесін анық көреміз. Аққыз 19 ғасырда қазақ тұрмысында суреттелген жаңа, тың кейіпкер. Ол тек қана байдың қызы емес, ел тыныштығы мен тұрмысы үшін уәдесіне беріп тұратын, ел ішінде дау-дамайды шешуге шешенділігі мен дала заңын білетін, әділдігімен көзге түскен, өзіндік пікірі, көзқарасы бар азамат ретінде қалыптасқан жаңа тұлға. Жазушы екі жастың өз сезімдеріне ерік бермей, басты мәселе ел тыныштығына баса назар аударған. Жастар осы мәселені тыныш, мәмілемен шешуге болатынын көрсеткен. Жазушы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы қазақ даласындағы сергілік, саяхатшылық өнерін, шынайы махаббат, отбасы тәрбиесінің маңыздылығы, әсіресе қыз бала тәрбиесіне аналар мен жеңгелердің рөлі үлкен екенін басты назар аударған. Басты кейіпкерлер Аққыз бен Наймантайдың арасындағы шынайы махаббат, қыздың намыстылығы мен арын, жігіттің ақылдығын бейнелейтін Аққыз көркем туындысын оқуға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.